Шаймен бірге ішкенге керемет пирогтың бірі. Жасап көріңіздер. Жасалуы да оңай, әрі өзі жұмсақ, осындай әдемі болып көтеріп шығатын керемет пирог. Бір жесеңіздер, жегілеріңіз келе беретін, өте дәмді болатын пирогтың бірі. Ал енді кеттік, бірге жасап көрейік. Ең алдымен бізге жұмыртқа және де қант екеуін бірге біріктіріп, блендермен ағарғанша араластыратын боламыз. Енді кезекте бізде айран. Мен айранды жылытқан жоқпын. Салқын күйінде қостым. Және үстіне сұйық май қосамыз. Барлығын араластырамыз. Шым-шым тұз қосамыз енді. Азғана. Барлығын миксердің көмегімен араластырып, одан кейін електен өткізіп, міндетті түрде електен өткіземіз. Ұнымызды араластырып, үстіне қопсытқышымызды саламыз. Барлығын бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Барлығын бір келкі араластырып болғаннан кейін, мінекей осындай сұйықтық шығады. Енді кезекте бетіне салатын салмасы, сүзбемізге қант ұнтағын саламыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Барлығын блендердің көмегімен осылай әдемілеп езіп алатын боламыз. Мінекей осындай болып езіледі. Пергаментте қағазымызды төсеп аламыз. Менде форма 30 сантиметрлік. Үстіне салып, осылай сілкіп-сілкіп, барлығын бір тегіс қылатын боламыз. Енді кезекте жаңағы сүзбелі дайындалған массамызды үстіне салатын боламыз. Осылай етіп әдемілеп. Негізі бұл массаны салсаңыздар да әдемі болады. Салмай былайша болмай қалған жағдайда сүзбеңіз. Өзін ғана жасап жесеңіздер де әдемі шығатын пирог. Осылай етіп, барлығын қалдырмай үстіне салып шығамыз. Алдын ала қосып, қызып тұрған духовкамызге салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей піскен кесе осылай болып әдемі болып көтеріліп шығатын болады. Алғаннан кейін жан-жағын пышақтың көмегімен осылай етіп ажыратып аламыз. Бұлай ашып әдемілеп. Мінекей мен сіздерге кесіп көрсетейін. Ортасы әдемі болып пісіп шығады. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліңіздер. Және де парақшамда YouTube деген батырма бар. Ол батырманы басатын болсаңыздар, мен YouTube каналыма кіре аласыздар. YouTube каналында пиццаның, неше түрлі салаттардың, пирог тәттілердің рецептері бар. Кіріп көріңіздер, ұнап жатса тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әйгерім Бақытқызы.